Сәлем, құрметті достар, сіздермен бүгін 2 сыныптың 50-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы да ескеріледі. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ. Сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар. Бірінші. Түйенің сыртқы бейнесі. Кезікті бір жануар. Үстінде 2 тауы бар. Бұл не? Бұл түйе. Енді екінші. Түйеге ғана тән қимыл қозғалыс. Маң-маң басқан, маң басқан. 4 аяғын тең басқан. Бұл қай жануар? Түйе. Келесі, үшінші. Түйеге ғана тән дауыс, үн. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Жауабы түйе. Төртінші. Түйенің айрықша қасиеті. Бұл не қылған ереді, қандай мықты жүрегі. Бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді. Жауабы түйе. Қалай ойлайсың? Жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Жұмбақ сипаттау мәтініне жатады. Өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Бірінші жұмбақ. Мысықтың сыртқы бейнесі. Жұмсақ жүні мамықтай, көздері оттай, жарықтай, құйрығы ұзын, өзі әппақ. Бұл қандай жануар? Бұл мысық. Екінші. Мысыққа ғана тән қимыл қозғалыс. Үнсіз басып, баяу жүрген, тышқан іздеп, түнде жүрген, жұмсақ табан, жеңіл адым. Бұл қай жануар? Бұл мысық. Мысыққа ғана тән дауыс, үн. Мияулайды әрдайым, пырылдаса жайлы үн. Елең етсе құлағы. Бұл кім айтшы, балапан? Бұл мысық. Келесі, мысықтың айрықша қасиеті. Шапшаң қимыл айрықша, секіреді жайотша, 7 жанды, дейді оны, тез жарасып кетер оңды. Жауабы мысық. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.